Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісіз қосылғышы бар теңдеуді шешу. Бұл сабақта сен белгісіз қосылғышы бар теңдеуді шешуді үйренесің. Балалар, біз өткен сабақта теңдеу ұғымымен танысқанбыз. Белгісіз бар теңдікті теңдеу деп атайтынын, теңдіктегі белгісіздікті әріппен белгілейтінін білдік. Бүгінгі сабақта біз осы теңдеуді шешуді үйренеміз. Бізге балалар 6 мен x-тің қосындысы 8-ге тең деген теңдеу берілген. Теңдеуді шешпес бұрын алдымен біз теңдеудегі сандардың компоненттерін анықтап алайық. 6 қосылғыш, x екінші қосылғыш, 8 қосындының мәні екен. Бізде белгісізіміз екінші қосылғыш болып тұр. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайту керек. Яғни бізде қосындының мәні 8-ге тең. Белгілі қосылғышымыз 6. Яғни белгісіз қосылғыш x-ті табу үшін 8-ден 6-ны азайтамыз. Енді теңдеудің шешу жолына қарайық. Яғни теңдеуді шешу үшін x тең деймізді 8-ден 6-ны азайтамыз. Сонда x-тің мәні 2-ге тең болады. Енді балалар, астын сызып теңдеуді тексереміз. Теңдеуді тексерген кезде теңдеудің берілгеніне қараймыз. Ең бірінші бізде 6 тұр, 6-ның өз жазылады. Бірінші қосылғышымыз 6 қосу x-тің орнына бағанағы x-тің мәні 2-ге тең болған. 2-ні қоямыз. 6 қосу 2 тең 8 болады. 6 мен 2-ні қосындысы 8-ге тең, 8 тең 8-ге болады. Яғни біздің теңдеуіміздің түбірі дұрыс деген сөз. Енді мына теңдеуді шешіп көрейік. А қосу 3 тең 10-ға. Бұл жерде белгісіз аны табу үшін біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни 10-нан 3-ті азайтамыз. Сонда 10-нан 3-ті азайтсақ, біздің А-мыз 7-ге тең болады. Енді тексереміз. Тексерген кезінде бағанағы теңдеудің берілгеніне қараймыз. Бірінші А тұр. Біз А-ның орнына бағанағы мәнін жазамыз. 7-ні. 7 қосу 3 тең 10. 10 тең 10-ға. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 46-47 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 43-44 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетінше орында. Өздеріңді мынандай смайликтер арқылы бағалайық.